Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен тефтили әзірлейтін боламыз. Ол үшін менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тартылған етімізге күрішімізді, чеснок, тұз, бұрыш, жұмыртқамызды қосып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын болды. Енді қолымызбен осылай формасын шығарып, домалақтап, тефтили дайындаймыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды салып қуырып аламыз. Үстінен сәбізімізді қосып, тұз, приправамызды қосамыз, араластырып аламыз. Мен маги приправасын қолдандым. Осылай суымыздың үстіне бір ас қасық ұнымызды қосып, подливімізге құямыз. Дайын тефтилилерімізді салып, отымыздың астын баяу қойып, тефтилиімізді пісіріп аламыз. Тефтилиіміз дайын болды. Әсемдік үшін аскөк, укроп сепсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.